Қордай ауданына қарасты Сарыбұлақ ауылындағы Благовещенский суару каналы биыл қолданысқа беріледі. 18 шақырымы жаңғыртудан өткен нысан қайта қалыпқа келсе, суармалы жерлерді сумен қамтудағы тиімділікті көбейтіп, аймақтың аграрлық әлеуетін арттыра түспек. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов аймаққа жасаған арнайы сапарын Благовещенский суару каналынан бастады. Құрылыс барысын көзбен көріп, жағдаймен танысқан ол жалпы жұмыстың сапалы атқарылып, белгіленген мерзімде бітуін талап етті. Қазір мұнда 10 техника мен 50-ге жуық маман жұмылдырылған. Өзіміздің тапсырмаңызбен өткен жылы бастау алды Благовещенский канал. Жарысы шаруа қожалықтары 18 шақырым каналдың жалпы 4,5 миллиард теңге қаражат бөлінді. Қайта жаңғыртылып жатқан Благовещенский каналы арқылы аймақтағы мыңдаған гектар егістік жер суарылады. Бұған дейін арнаның су өткізу қабілеті төмен болғандықтан шаруалар мүмкіндікті толық пайдалана алмаған. Ал жоба аяқталған соң алқап аумағы бірнеше есе артып, ауыл тұрғындарын ауыз сумен қамту мүмкіндігі де жақсармақ. Қазір мына құрылыс жұмыстары аяқталған соң 2000 гектарға дейін өседі алқап. Және ауылдың ішінде 640 аулаға су беретін мүмкіншілік болады. Бұл халыққа да және шаруа қожалықтарға да өте пайдасы зор. Себебі 300 гектардан 2000 гектарға дейін өсіру дегеннің өзі уже неше есе егістік алқап үлкейеді, көбейеді. То есть халықтың әл-ауқаты да экономикалық жағдайда көтеріледі. Елордадан келген топ сондай-ақ контейнерлік үлгідегі сорғы станциясының құрылысын көрді. Кейіннен Нұржан Нұржігітов нысанда өндірістік тәжірибеден өтіп жатқан Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университетінің студенттерімен де кездескен. Жақсы білім алу керек. Жақсы білім алу керек. Жалпы 12 мың адам осы салада жұмыс істейді. Былтырғы жылы бірінші рет 48 бала өзіміз студенттеріміз жұмысқа қабылданды. Сіздер 2 жылдан кейін ол мекеме тағы да дамып кетеді. Келіңіздер, жұмыс істеңіздер. Мемлекет басшысы үнемі айтады. Қазақстанның болашағы сіздерсіздер. Біз осыны істейміз. Сіздер келесіздер, біздің орнымызға келіп жұмыс істейсіздер. Біз бұны универде теория ретінде көргендіктен, ендігі қазірде практика жүзінде көріп жатыр. Жол жөнекей байқап келетқанда, яғни Қордай ауданында көптеген арпа өнімі көп өсіп жатыр екен. Сол арпа өніміне тамшылатып суғару немесе жаңбырлатып суғару өте тиімді деп ойлаймын. Айта кетейік, Жамбыл облысында жүзеге асырылып жатқан ирригациялық жобалар өңірдің су қауіпсіздігін нығайтып қана қоймай, ауыл шаруашылығының дамуына да серпін береді. Суару жүйелерін жаңғырту нәтижесінде су шығыны азайып, мыңдаған гектар егістік жердің өнімділігі артады деп күтілуде. Айгерім Қожабайқызы, Еркебұлан Болатұлы, Қордай 24 Ньюс.